Қайырлы күндістер, эфирде Қажылғы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанар Сәрсен қызы. Қазақстанда көпірлерді мониторингілеудің жаңа ережелері бекітілді. ХРВ 7.2.001-2024 көпірлік құрылыстарды мониторингілеу жүйелері аты жаңа ведомстволық ережелер жинағы алғаш рет нормативтік деңгейге жаңа салынған. Және қайта жаңартылған көпірлердің, жел өткізгіштердің, эстакадалардың және виадуктардың техникалық жай-күйін бақылау стандарттарын енгізді. Жаңа ережелер жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға және инфрақұрылым нысандарының сақталуына бағытталған. Мониторинг жүйелері құрылымдардың нақты жағдайын тіркеп, климаттық әсермен көліктен түсетін шамадан тыс жүктемелерді есепке алады. Бұл апаттық жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Қазақстанда халықаралық суперпейв технологиясы бойынша алғашқы жол телімдері төселді. Бұл жүйе асфальтобетон қоспаларын жобалауда қатты аяз, аптап, ыстық және көлік қозғалысының жоғары қарқындылығын ескереді. Суперпейв технологиясының арқасында жол жабындарының жөндеу аралық мерзімі 20 жылға дейін ұзаруы күтілуде. Алғашқы сынақтық жолдар Алматы, Көкпек, Көктал, Қорғас, Отар, Ұзынағаш, Қапшағай, Құрты, Астана қаласының көшелерінде және Астана-Щучинск, Қызылорда жезқазған автомобиль жолдарының телімдерінде төселді. Сонымен қатар жұмысшы мамандықтар жылы аясында автожол саласы мамандарының бірыңғай дерекқоры жолшы іске қосылды. Көлік министрлігінің автомобиль жолдары комитетімен бірлесіп Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты әзірленген цифрлық сервис кадр тапшылығын шешуге және саладағы басқарудың ашықтығын артыруға бағытталған. Дерекқор студенттер, түлектер, инженерлер мен басшылар туралы мәліметтерді біріктіреді. Онда мамандардың білімі, еңбек өтілі және біліктілікті арттыру курстарынан өтуі туралы ақпарат сақталады. Қазіргі таңда 2000-нан астам пайдаланушы тіркелген. 2025 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жол саласы қызметкерлері үшін біліктілікті міндетті түрде арттыру талабы күшіне енеді. Бұл үдерісте жолшы арқылы тіркелмек. Жақын арада база e-license және еңбек.kz мемлекеттік жүйелермен біріктіріліп, ұлттық цифрлық инфрақұрылым бөлігіне айналады деп күтілуде.